Әлем арнасы ұсынады. Стив Джобс. Біздің заманымыздың дара сөздерінің бірі. Біз бала күнімізден қоғам дайындап берген белгілі бір шаблонмен өсіп жетілеміз. Балабақша, мектеп, аттестат, университет, диплом. Бірақ мұндай өмір салты көп мүмкіндіктен шектейді. Егер сіз осы бір қарапайым заңдылықты түсінсеңіз, өмір әлде қайда жарқын және қызықты екенін ұғына аласыз. Ол заңдылықтың мағынасын былай ашсақ. Сіздің айналаңыздағы барлық нәрсе, ол телефон болсын, орындық, көлік болсын, тіпті ракета деген туындылардың барлығы өзіңіз секілді ет пен сүйектен жаралған тұлғаның қолынан шыққан. Сіз бәрін өзгертіп қана қоймай, сіз ерекшеліктердің себепкері бола аласыз. Ең бастысы, тағдырға не жазылса, соны көреді деген ойдан құтылу керек. Өмірді өзгертуге, оны жақсартуға болады. Мен университетте жарты жыл оқығаннан кейін оқудан шықтым. Ары қарай жалғастырудың еш мәнісін көрген жоқпын. Мен не істегім келетінін білмедім. Тіпті оған университет қабырғасына жүріп те түсіну қиынға соқты. Басында қорқыныш сезімі болды. Бірақ қазір артқа қарасам, бұл менің өмірімдегі ең дұрыс шешім екенін түсінем. Егер мен университеттен сол мезетте шықпағанымда, мен ешқашан каллиграфия курсына жазылмас едім. Тіпті компьютерлерде қазіргідей таңғажайып графикаларды туындыра алмас едім. Тағдырға, өмірге, Құдайға сену керек. Бір кезде барлығы өз бабымен бола кетеді. Сол кезде жүрегіңізде от пайда болып, өміріңіз баяғыдай болмайды. Мен бақыттымын. Өзіме ұнайтын саламды 20 жасымда таптым. Мен алға жетелеген жалғыз ой, ол өз ісіме деген сүйіспеншілік. Сізге өзіңізге ұнайтын жұмысты табу керек. Сіздің жұмысыңыз өміріңіздің көп бөлігін толтырады. Өмірге шынымен риза болудың жалғыз жолы, ол сіз ұлы деп санайтын жұмысты жасау. Ұлы істі жасаудың жалғыз жолы жасап жатқан тірлігіңізді жақсы көру. Егер сіз әлі жақсы көретін жұмысыңызды таппаған болсаңыз, іздеуді жалғастырыңыз, тоқтамаңыз. Мен 17 жасымда мына бір цитатаға көзім шалып қалған болатын. Ол жерде былай делінген: егер сіз күн сайын осы күнім соңғы деп өмір сүрсеңіз, онда сіз күндердің бір күні өзіңіздің дұрыс өмір сүргеніңізді ұғасыз. Бұл сөздер маған қатты әсер етті. Соңғы 30 жыл бойы айнаға қарап, егер бүгін менің соңғы күнім болса, мен осы жұмысқа өз уақытымды арнайтын бедім, деп өзіме күн сайын сұрақ қойып келудемін. Қалай болғанда да, өлім бәріміз үшін соңғы баратын орын. Одан ешкім ешқашан қашып құтыла алмайды. Өлімнің бер жағында өмір болса, өмірдің ар жағында өлім де бар. Ол ұлы өзгерістердің себебі болып табылады. Ескіні тазартып, жаңа өмірге жол ашады. Сіздің уақытыңыз шектеулі. Сондықтан оны босқа өткізбеңіз. Басқалардың ойымен өмір сүрмеңіз. Ішкі дауысыңызды тыңдаңыз. Және ең бастысы, батыл болыңыз. Жалындыларды мадақтаңыз. Әлемді басқаша көретіндерді. Олар ережеге бағынбайды. Олар ережелерге күле қарайды. Бірақ оларды елемеу мүмкін емес. Өйткені олар өзгеріс әкеледі. Олар адамзатты алға итермелейді. Мейлі біреулер ессіз десін, дегенмен де біз данышпан дейміз. Өйткені тек ессіз адам ғана әлемді өзгерте алатынына сенеді, қолынан келеді.